Грижа ішкі орган немесе дененің басқа бөлігі, әдетте оны қамтитын бұлшықет немесе тіннің қабырғасынан шығып кеткенде пайда болады. Көптеген грижалар іш қуысында, кеуде мен жамбас арасында пайда болады. Грижаның ең көп таралған түрлері шап жарығы. Ерлерде шап каналы ұрық, өзегі және аталық безге апаратын қан тамырларынан өтетін жолы болып табылады. Әйелдерде шап каналында жатырда тірек ететін дөңгелек байлам бар. Шап жарығында майлы тін немесе ішектің бір бөлігі ішкі санның жоғарғы жағындағы шапқа енеді. Бұл грижаның ең таралған түрі және әйелдерге қарағанда ерлерге жиі кездеседі. Феморалды грижа майлы тін немесе ішектің бір бөлігі ішкі санның жоғарғы жағындағы шап аймағына шығып тұрады. Феморалды грижа шап жарығына қарағанда әлдеқайда аз кездеседі және негізінде егде жастағы әйелдерге әсер етеді. Кіндік грижасы, яғни кіндік жарығы, майлы тін немесе ішектің бір бөлігі кіндікке жақын іш арқылы итереді, іштің яғни түймесін. Гиаталды грижа асқазанның бір бөлігі диафрагмадағы саңылау арқылы кеуде қуысынан итереді. Кеуде мен іш қуысынан бөлетін көлденең бұлшықет парағы болып табылады. Грижаның басқа түрлері мыналарды қамтиды. Кесілген грижа құрсақ қуысына немесе жамбасқа қашықтан жасалған операциядан кейін тін іш қуысына шрам арқылы шығып тұрады. Шап және жамбас грижалары туылғаннан бері болуы мүмкін. Әлсіреген бұлшықеттерге байланысты немесе қартаюға және іштің және шап аймағындағы қайталанатын штаммдарға байланысты болып табылады екен. Мұндай шиеленіс физикалық күш салудан, семіздіктен, жүктіліктен, жиі жөтелден немесе іш қатуға байланысты дәретханаға күш салудан туындауы әбден мүмкін екен. Ересектерде кіндік жарығы құрсақ аймағын тартқанда артық салмақтан ұзаққа созылатын қатты жөтелден немесе босанғаннан кейін пайда болуы әбден мүмкін. Енді грижаның негізгі белгілеріне келетін болсақ, іштегі немесе шап аймағында грижа ішке қарай итерілуі мүмкін, немесе жатқанда жоғалып кетуі мүмкін, елеулі түйірді немесе дөңесті тудыруы мүмкін, күлу, жылау, жөтелу, дәрет шығару кезінде күш салу немесе физикалық белсенділік, ісік итерілгеннен кейін қайтадан пайда болуы мүмкін. Грижаның қосымша белгілері мыналар: шаптың немесе ұрықтың ісінуі немесе дөңес болуы, ұрық безі бар дорба, бөртпе орында ауырсынудың күшеюі, көтеру кезінде ауырсыну, уақыт өте келе дөңес көлемінің ұлғаюы, түтіксіз ауырсыну сезімдері, толық сезіну немесе ішек өтімсіздігінің белгілері болып табылады екен. Сіз грижамен қандай дәрігерге жүгінесіз? Сізде грижа болған кезде емдеу сіздің негізгі медициналық көмек көрсетушіден басталады. Егер сізге грижаны жөндеу үшін операция қажет болса, сіз жалпы хирургқа жіберілесіз. Шындығында вентралды грижа жөндеу ақш және жалпы хирургтарға жасайтын ең көп таралған операциялардың бірі болып табылады екен. Егер сізде грижа бар деп ойласаңыз, көмек сұрауды күтпеңіз. Елеусіз грижа ұлғаю және ауыруы мүмкін. Бұл асқынуларға және мүмкін шұғыл хирургке әкелуі мүмкін. Ерте жөндеу табыстырақ, аз тәуекелді және жақсы қалпына келтірумен нәтижені ұсынады екен. Тағы бір оқырманымыздың хатына келсек, яғни халық емі: өткен жылы 8 көзім және жамбасым сыздап ауырып, жаныма қатты батты. Тексерілгенде менде омыртқааралық грижа бар екені анықталды. Дәрігерлер бірнеше себептерге байланысты операция жасауға тәуекел ете алмады. Маған мануалды терапевттерге баруға да болмайтын еді. Қайтерімді білмей қиналғанда Тибет медицинасын меңгерген көз таныс апайға қарапайым бір амал айтты. Мен грижадан осылай оңай құтылдым. Әлгі дәрігер апайдың айтуымен мен 1 грамм мумия таблеткасын 1 шай қасық жылы суда ертіп, оны 100 грамм таза балға қостым. Жақсылап араластыру керек екен. Негізгі ем содан кейін жасалады. Омыртқаның ауыратын тұсына самырсын пихта, яғни майын сіңдіре жағып жеңіл массаж жасау керек. Содан кейін мумия қосылған балды алақанға жағып әлгі ауырған жерді сонымен шапаттайды. Бал қоюланып терге жабысып аздап ашытып ауырады. Оған шыдау керек. Бұған шамамен 5-7 минуттай уақыт кетеді. Одан кейін ауырған жер феналгон жақпа майын жағып дереу арқаңызды орап қойыңыз. Процедураны 1 ай бойы күнде қайталау маңызды. Грижаның ауруынан көлік жүргізу түгілі түзу отыра алмай қалған мен осы амалдың арқасында 1 айдан кейін бел тұсындағы аурудан құтылдым. 20 күн үзілістен кейін емді тағы 20 күндей қайталадым. Содан кейін МРТ-ға түскенде грижаның 6 мм-ден 3 мм-ге дейін кішірейгенін көрдім. Әрине таң қалдым әрі қуандым.
Енді дәрігер айтқандай 3 ай үзілістен соң тағы бір рет ем жасасам грыжадан толық құтыламын деп үміттеніп жүрмін. Солай болса екен. Достар, деніміз сау болып, денсаулығымызды күтіп, ауырмай жүрейік. Ақпарат ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.